Сәлем достар. Қоштасу адам өміріндегі ең қиын сәттердің бірі. Әсіресе жақын адамыңды ақтық сапарға шығарып салу ол өте қиын кезең. Әдетте осындай кезде адамдар қайтыс болған кісіні жоқтап жылайды. Ал кейбіреулердің қайғысы жүрекке түсіп, тіпті жылауға да шамасы жетпей жатады. Ал жануарлар ше? Хайуан деп есептелгені болмаса, олар да қайғының не екендігін біледі. Қайғыны бөлісе алады, сезіне алады және өз эмоцияларын білдіре алады. Сіздермен бірге дұрыс қадам арнасы. Бүгінгі видеода мен сіздерге жануарлардың өз туыстарын ақтық сапарға аттандырып жатқандағы сәттерін көрсететін боламын. Қарғалар. Орнитологтар қарғалардың қайтыс болған туыстарының қасында айналып ұшатынын, біртүрлі қимылдар жасайтынын және қатты айқайлайтынын байқады. Соған қарап ғалымдар құстардың қайтыс болған туыстарына жоқтау айтып қайғырады деп сеніп келді. Бірақ бұған нақты дәлел болмады. Бір күні Келли Свифт атты зерттеуші эксперимент жасауға кірісті. Келли бірнеше күндер бойы қарғаларға жем береді және олардың сеніміне кіреді. Келесі күні зерттеуші бетіне бетперде киіп, қолына өлі қарғаны ұстап келеді. Осы кезде қарғалар қатты шулай бастайды. Мұның бәрі әдеттен тыс олардың жеке рәсіміне ұқсас еді. Яғни олар бейне бір өлі қарғаны жоқтап отырғандай көрінді. Келесі күні Келли бетпердесіз келіп қарғаларға жем береді. Бұл жолы қарғалар жемді аса сақтықпен алады. Зерттеушілердің айтуынша олар қауіптен сезіктенеді екен. Келесі күні Келли қолына ештеңе ұстамастан бетіне әлгі бетпердені киіп келеді. Қарғалар қатты шулай бастайды. Ғалымдардың айтуы бойынша қарғалар Келлидің бетпердедегі бейнесін жаттап алған және қатты айқайлап жақын маңайдағы құстарға қауіп жайында ескертпекші. Гульман. Гульман Үндістанда көбірек мекендейтін маймылдың тұқымы. Бір күні оған жасалған эксперименттен кейін жергілікті тұрғындардың жануарларға деген көзқарасы жақсы жаққа қарай өзгере бастады. Тәжірибе былай болды. Маймылдардың арасына Гульманға ұқсас бір роботты көзіне камера тағып жібереді. Барлық маймылдар оны маймылдың баласы екен деп ойлайды. Бір кезде бір маймыл келіп оны қолына ұстағанын сол еді, кенет қолынан түсіп кетеді. Оның қимылсыз қалған денесін көрген Гульмандар балақайды аяқ астынан өлтіріп алдық деп қайғыра бастайды. Барлығы оны құшақтап, оның өлгеніне сене алмады. Ең таңқаларлығы, барлық маймылдар топтасып тұрып, бір-бірін құшақтап, қайғыларын бөліседі. Хайуан екеш маймылдың өзі жаңа көрген бейтаныс маймылдың өліміне қайғырады. Ал кейде адам басымызбен осындай мейірімнен жұрдай болып кетеміз. Шимпанзе. Достар, келесі видеоролик ол ешқандай да эксперимент емес. Ол шын өмірде болған оқиға. Ғылыми тұрғыда маймылдардың адамдарға ұқсастығы 90%-ға деп дәлелденген. Бұл дегеніміз, адамдар маймылдан жаралмаған. Керісінше, маймылдар адамдар сияқты бұйрықты ұғады. Олар өз араларында сөйлесе алады және эмоцияларын білдіре алады. Негізгі белгіленген аймақта шимпанзелер көп болмаған. Мына шимпанзенің қалай өлгені белгісіз. Айналасындағы туыстары оның өлгеніне сене алмады. Жай ұйықтап қалған болар деген оймен оны ұрғылап, түрткілей бастайды. Бірақ есін жимады. Туыстарының бәрі оны қоршап жоқтап отырғанда, қайтыс болған шимпанзенің анасы баласының өлгеніне қарап тұра алмады. Шетке шығып тұрды. Әрине, оның бетіне қарап қайғырып тұрғанын ол қиын. Бірақ оның жер шұқылап тұрған аянышты бейнесі бәрін сөзсіз түсіндіріп тұр.
Қара дельфиндер. Қара дельфиндер өте үлкен болып келеді. Салмағы жағынан да үлкен болғандықтан кейде дельфиндер жағаға шығып кептетіліп қалады. Әрине, әлемде жақсы адамдар да бар. Құтқару қызметі келгенше дельфиндердің үстін ылғалдап су құйып тұратын адамдар да кездеседі. Бірақ мына қара дельфин өз баласын жоғалтып алды. Және оны теңіз жағасынан емес, су бетінде жиналып қалған қоқыс қалдықтарының арасынан табады. Бірақ тым кеш. Бала дельфин қоқыстарға кептетіліп, жүзбе қанаттарын қыстырып алады. Баласы үшін қайғырып тұрғанын оның мұңлы көздері айтып тұр. Негізі жануарлардың осылай өлуіне адамдардан басқа ешкім де кінәлі емес. Пілдер. Егер сіздер пілдер тек адамға шабуылдауды ғана білетін қауіпті хайуан деп есептесеңіздер, онда бұл ойларыңыз өте үлкен қате. Жаңағы жануарлар секілді олар да қайғыра алады. Қайтыс болған пілге әуелі ең жақын туысы, одан кейін қалғандары тұмсықтарымен оны ұстап, кейін қатты айқайлайды екен. Бұл видеода ешқандай эксперимент жүргізілмеген. Видео ешқандай қоспасыз табиғи ортада түсірілген. Тіпті олар кейде қайтыс болған пілдің сүйектерін біраз уақыт сақтайды-мыс. Бұл өлімнің оларға қатты қиын әсер ететіндігін білдіреді. Пингвиндер. Патшалық пингвиндер жыл сайын жұмыртқа басады. Балақай пингвиндер жұмыртқаны жарып шыққанда өте әлсіз болады. Сол үшін қатты борандарда ата-аналары балаларын алдын алып, басқа пингвиндермен бірге үлкен шеңбер жасап, балаларын жылытады. Бірақ мына видеодағы пингвин ата-аналар өз балаларын жоғалтып алады. Балалары табылғанда тым кеш еді. Пингвин балақай үсіп, қатты аязға шыдамай өліп кетеді. Ал анасы баласының өлгеніне сенбей біраз жылытпақшы болады. Бірақ енді тым кеш еді. Анасы баласын жоқтап біраз отырады. Көзінен жас шықпаса да, іштей күйініп тұрғаны көрініп-ақ тұр. Достар, осымен видеоның соңына да келдік. Бұл видеоны көріп отырған барлық адамға осы видео сабақ болды деп ойлаймын. Алла тағала ешқандай ананы баласы арқылы сынамасын. Бүгінге осы. Келесі видеода кездескенше.